Сүлеймен Бақырғани ұлы ойшыл, ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің ең сүйікті шәкірттерінің бірі болған. Ол бала кезінен-ақ ерекше ізгі қасиеттерімен көзге түскен екен. Медреседе оқып жүрген шағында басқа шәкірттер қасиетті Құранды қолтығына қысып не қолына ұстап жүрсе, Сүлеймен Бақырғани оны әрдайым төбесіне қойып жүрген. Бір күні ұстазы Қожа Ахмет Яссауи одан: «Уа, балам, неге Құранды төбеңе қойып жүрсің?» деп сұрағанда, Сүлеймен Бақырғани байыппен жауап беріпті: «Ұстаз, Құран бұл Алланың сөзі. Оны төбеме қою арқылы мен оны өзімнен жоғары ұстаймын. Алланың сөзіне құрмет білдіремін». Бұл сөзге ұстазы риза болып, шәкіртінің жүрегіндегі иманның тереңдігін сезінеді. Сол күннен бастап Қожа Ахмет Яссауи Сүлеймен Бақырғаниға ерекше сенім артып, оны рухани жолда тәрбиелей береді. Сүлеймен Бақырғани 27 жасқа толғанда ұстазы оны ілімін жетілдіру мақсатында Шам шаһарына жібереді. Ол жақта 3 жылдай ілім үйреніп, елге қайтып оралады. Біраз тынығып, ұстазының батасын алған соң, енді Хорезм еліне аттанады. Сол жерде ол білім нұрын шашып, халыққа даналық сөздерін үйретеді. Хорезмнің ханы Бураханның Ануар есімді асыл мінезді қызына үйленіп, мешіт тұрғызып, бала оқыту ісіне ден қояды. Осылайша Сүлеймен Бақырғани тек діндар ұстаз ғана емес, елдің рухани өміріне жарық нұр сепкен ғалымға айналады. Ануар ханыммен отбасылық өмірінде 3 ұл дүниеге келеді. Үлкені Махмуд қожа, ортаншысы Әскер қожа, кенжесі Сұлтан Хобби. Кейін ел ішінде Сұлтан Үпі деп аталып кеткен осы кенже ұл да әкесінің ілім жолын жалғастырып, ізгілік пен имандылықтың символына айналған екен. Осылайша Сүлеймен Бақырғани өмірі шәкірттің ұстазға деген құрметінің, Алла сөзіне деген адалдықтың және халқына деген қызметтің айқын үлгісі болып қалды.